Сәлем құрметті достарым, бүгін кеседе пісірілетін кекс дайындап көрейік. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 200-150 грамм қант салып, міндетті түрде мұқият араластырып аламыз. Шамалы мен 5 минуттай араластырып алдым, немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. 200 граммдай айран қостым. Қалауларыңыз бойынша сүт қоссаңыздар да болады. Әрқайсысын саларда мұқият араластыруды ұмытпайық. 2 ас қасықпен қаймақ салдым. 100 грамм шемішке май қостым. Қалауларыңыз бойынша сары майды да ерітіп қоссаңыздар болады. Осы бір пакетиктегі қопсытқышты қостым. Қалауларыңыз бойынша ас содасын да қоссаңыздар болады. Примерно 20 или 5 грамм аралығында. Міндетті түрде ұнға араластырып аламыз. Сол кезде біркелкі барлық ұндармен сәйкесінше араласады. Әрі қарай мен тұз қоспаған екенмін деп, мына жерде жарты шай қасық тұз қосып жібердім. Өлшемі 350-400 грамм аралығында ұн қосасыздар. Негізі 350-де болып қалады. Шай кеселердің ішін мұқият шемішке маймен немесе сары маймен осылай жағып шығамыз. Ожаумен бір ожаудай барлығына құйып шықтым. Қалауларыңыз бойынша кесенің жартысына келтіріп құйып шықсаңыздар жеткілікті. Достар, маған тіркелейік, сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Бетіне крошка немесе мейіз, болмаса дән сепсеңіздер болады. Пешке примерно 180 градусқа 45 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Осындай үлпілдек, жұмсақ және де балаларыңыз сүйсініп жейтін тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер және комментарийге жазып кетіңіздер.